Hi guys, today we are gonna make New York cheesecake. Блин, қазақша контент қой. Және мен бүгін сіздерге ерекше мәзір дайындадым. Ол алдын айтқандай New York cheesecake. Көбісінде түрлі сұрақтар болады. Мен дайындай алмай қалсам, немесе дәмді болмай қалса, егер сен талпынып көрмесең, дайындамаған болсаң, конечно сенде болмайды. Сондықтан да New York cheesecake'ті үйде отбасыңа дайындауды үйренгің келсе, менімен бірге кеттік. Орнынан тұр, мына ингредиенттерді сатып ал. Ингредиенттер описаниеда жазылып тұр. Және де мен жасаған нәрсені қайтала. New York cheesecake дайын болады. Қорықпа, бұны дайындау үшін кулинар болудың қажет жоқ. Олай болса кетті, бәрін таста. Күрлен қосылса билей беретін әдетім бар екен. Кеттік онда. Қалай дайындау керектігін сіздерге үйретемін. Ең бірінші бізге қарапайым печенье керек, 200 граммдай. Бұны езіп, ұнтақтап, астыңғы слойына қоямыз. Сіздерге лайфхак, оның упаковкасын сыртын ашпай жатып естсеңіздер болады. Және де шашылып кетпейді, осының ішінде езіледі. Содан кейін жайып қойсаңыздар болады. Печеньемізді езіп болғаннан кейін өзімізге керек формаға құямыз. Жақсы езіліпті. Ал енді мен осындай кішкене форма сатып алдым. Өйткені, как обычно, оператор екеумізге ол смело жетеді. Егер жейтін жегілеріңіз келсе, бізге спонсор болсаңыздар болады деген. Студияға келіп, поддержка беріп, тегін жеп кетуге болады, мысалы оператор сияқты. Содан кейін мен сіздерге айтатыным бар тағы да. Бұлай қос, мынанша мөлшерде қос, мынанша 20 грамм, 100 грамм деген нәрсе жоқ. Өйткені әр адамның талғамы әртүрлі, әркім әртүрлі дайындайды. Сондықтан да қатып қалған қағида жоқ. Менің айтқанымды дәл істе деген нәрсе де жоқ. Кішкене өзіңіз қалай өзгерткіңіз келеді, солай өзгертсеңіз де болады. Енді печеньемізді ұнтақтап болғаннан кейін 100 грамм, қайттан граммды айтып отыр дейсің ғой, 100 грамм, шамамен 100 грамм, 150 грамм ерітілген май қосамыз. Өйткені печеньемізді кішкене мықтап ұстап тұру керек. Сол майды қосамыз. 100 грамм майды қостық. Енді жақсылап барлығын араластырамыз. Печеньемен бір-біріне сіңсін. Жақсылап езіп болғаннан кейін, бағана печеньеміз негізі бағана айтуды ұмытып кеттім. Прям песок қылып ұнтақтаймыз ғой. Крупно-крупно қалмасын комочектар. Май қостық оған. Енді мына ыдысымызға пергаментная бумага төседік, асты жабысып қалмасын деп. Енді осы печеньені ішіне саламыз. Қолын жуайын. Енді ішіне саламыз. Печеньемізді бір келкі қылып тегістейміз. Печенье дегенде қалай? Астындағы начинка ғой. Негізі печеньені блендермен бар ғой. Сонымен езу керек еді. Просто бізде жоқ блендер. Спонсорлар болса жазып жіберсеңдер. Тефаль сияқты компаниялар. Печеньені кейбіреулер жанына по бокам борт деп айтады. Солай да салат кейбіреулер. Мысалға мен керек емес деп ойлаймын. Начинкамызды тегістеп болғаннан кейін 180 градустағы отқа бір 10-15 минутқа салып жібереміз. Отқа деп қоямын печке. Енді біздің корона бетіндегі начинка, крем, сыр, қалай айтады? Чизкейкті ғой, короче. Соны дайындаймыз. Сливочный сыр қосамыз. Бұдан да бір 400-500 граммдай. Разница жоқ. Енді бағанағы сырымызға екі тауықтың екі жұмыртқа қосамыз. Енді осыған 10-15-20% разница жоқ қаймақ қосамыз. 100 граммдай сливки қосамыз. Сливки дегенде қалай? 30-33%
қосамыз да барлығын жақсылап араластырамыз дейсіз. Қазір езіп алайын бірінші, потом микшермен араластырамын, уайымдамаңыздар. Ал енді дәмін келтіру үшін 100-150 граммдай қант қосамыз. Мен тәтті болған жақсы көремін, сондықтан да көп қосамын. Бүгін Еркебұлан ерекше стильде. Енді итоговый крахмал қосамыз. Кукурузный крахмал, болмаса картошканың крахмалы. Не үшін қосамыз? Өйткені крахмалдың өзінің бойына сіңіретін қасиеті бар. Мына жақтағы сұйықтықтың барлығын өзіне жиып алады да. Былай айтқан кезде форманы сақтап тұрады ғой. Сондықтан да бір 2-3 столовый ложкадағы крахмал қосамыз. Көзбен бұра береміз ғой біз. Қарамаймыз ғындайға. Кішкене ванильный сахарды қосуға болады. Оны не үшін қосу керек екенін айтпаймын. Өздеріңіз білесіздер негізі. Білетін болсаңыздар комментарийға жазып кетіңіздер. Жақсылап енді араластырып аламыз да формаға құйып тығыз жарамыз. Как-то домашний сияқты болды деймін да? Домашняя съемка ма? Туысқандарға жіберетін съемка ма? Ағайындарға жіберетін съемка десей, YouTube емес. Ал енді 45-50 минут өткеннен кейін пешімізді тексеріп, шарып көреміз. Дәл осы қалпында енді 2-3 сағат суысын сыртта тұрып. Одан кейін 24 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз, одан кейін результатын көреміз. Енді біздің чизкейк 24 сағат тоңазытқышта тұрды. Қазір соны алып, сіздерге результатын көрсетейін. Міне біздің керемет Нью-Йорк чизкейк дайын. Байқаған болсаңыздар, менің пышағым тоңазытқышта тұрды. Кесер алдым бір сағаттай тоңазытқышта салқындап тұрса, чизкейкті кескен кезде керемет кесіледі. Ал егер ыстық жылы болып тұрса, чизкейкіміз еріп кетеді. Сондықтан да пышағымызда салқын болғаны өзімізге жақсы. Енді начинкасы сиропты құямыз. Бұлай дайындаймын деп ойламаппын мен же. Өте керемет дәмі. Менің каналыма тіркеліп, комментария қалдырып кетіңіздер. Критиковать етсеңіздер де болады. Мынау бұлай болады, мынау бұлай болады деп өз ойларыңызды жазсаңыздар да болады. Және де лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер. Сау болыңыздар.